Жобаның тақырыбы жануарлардың жұмбақ әлемі. Жобаның авторы Балтабек Айқын, 3-ші В сынып оқушысы. Жобаның мақсаты — Жер планетасының ерекше және жұмбақ жануарларын анықтау. Жобаның міндеті — ерекше жануарлар туралы қызықты, маған белгісіз фактілерді жинау, жойылу қаупі бар ма, жоқ па, білу. Мысалы, мармосеттер. Мекендеу ортасы Латын Америкасы. Ұлы маймылдардың іші ең кішісі. Көпшілікте бау алған осы факт мармосеттердің қажеттілік кәдімгі хомяк салыстырғанда ештеңе емес. Мармосеттерді үйде асырауға болады. Носачи. Бұл жануардың мүлдем тағы емес. Ол өте фотогендік, өйткені оның шын мәнінде маңызды артықшылығы бар. Оның керемет мұрны. Бұндай үлкен мұрын маймылдың түрін бұзбайды, сүйкімді жаратылыс бәрін де күлдіреді. Носачи Малай архипелагына жататын Борнео аралында тұрады. Носачи айтпақшы, асыл жүзгіштер. Кез келген маймыл носачилер сияқты судың астында 20 метр жүзе алмайды. Оның үстіне бұл приматтардың ең жақсы жүзгіштері. Ендігі айтарым тірі тас. Мекендеу ортасы Латын Америкасы. Ерекше теңіз жануары. Оның сыртқы ұқсастығы тасқа ұқсас, таң қалдырады. Бірақ оны балтамен екіге бөліп, немесе арамен кесіп алсаңыз, тірі жанның барлық белгілерін табуға болады. Бұл теңіз ағысы Перу мен Чилидің жартысты жағалауындарында өмір сүреді. Суды сүзу арқылы жеуге жарамды микробалдырлармен қоректенеді. Белдік құйрық. Тағы бір жануар ертегілер мен мифтерге арналған иллюстрациялардан шыққан сияқты. Таңғажайып тіршілік иелері белді құйрық кесірткелер отрядындағы бауырмен жағалаушылар тұқымдасына жатады. Тұқымға 70-ге жуық түрі кіреді. Бауырмен жағалаушы оның бүкіл денесі үлкен қабыршақтармен жабылғанымен ерекшеленеді. Ал артқы жағы әсіресе қабық тәрізді қатты болады. Бірақ іште қабыршық жұқа, өйткені белдікке жақын. Бұл жер шынымен осал. Құйрықтың соңына қарай таразылар дененің жиегі бойынша шеңберлермен жүреді. Осылайша тікендері бар ерекше белдік құйрық жасайды. Белдік құйрықтар Мадагаскар аралында мекен етеді.